Hello everyone, welcome to our YouTube channel Bilim Go. I'm your English teacher, Miss Aygerim. Let's start our lesson. Today's theme is degrees of comparison. Бүгінгі біздің тақырыбымыз сын есімнің шырайлары. Жалпы сын есімнің шырайы дегеніміз не? Және қанша шырай бар? Және сын есімнің шырайларын қай кезде қолданамыз? Дәл осы сұрақтарға жауап тапқың келсе, онда міндетті түрде видеоны соңына дейін көруге кеңес беремін. Ағылшын тілінде де сын есімнің 3 шырайы бар. Олар positive degree, жай шырай, comparative degree, салыстырмалы шырай және superlative degree, күшейтпелі шырай. Дәл қазір осы 3 шырайға жеке-жеке тоқталатын боламыз. Positive degree – жай шырай. Жай шырай қарапайым формадағы сын есімді білдіреді және оған ешқандай жалғау жалғанбайды. Мысалы, big, small, green, interesting және тағы басқа. Байқасаңыздар, сын есімдердің өзі жазылып тұр. Келесі, comparative degree – салыстырмалы шырай. Салыстырмалы шырай заттың сыны мен сапасының артық немесе кемдігін бір-бірімен салыстыру арқылы анықтайтын шырай түрі және бір буынды сын есімге er жалғанатын болса, көп буынды сын есімнің алдына more сөзі қойылады. Example, small – кіші. Бір буынды сөз болып тұр, сондықтан er жалғауын жалғап, smaller сөзін жалғаймыз, яғни кіші, кішілеу. Expensive – бұл жерде көп буынды сөз болып тұр, сондықтан алдына more сөзін қойып, more expensive – қымбаттау деп салыстырмалы шырайды жасаймыз. Келесі, superlative degree – ол бізде күшейтпелі шырай. Күшейтпелі шырай заттың сынын не асыра, не төмендетіп көрсетеді. Және бір буынды сын есімге est жалғанатын болса, көп буынды сын есімнің алдына the most сөзі қойылады. Example, small, smallest – ең кіші. Expensive – көп буынды сөз болыпты, сондықтан ол сөздің алдына the most сөзін қойып, the most expensive, яғни ең қымбат деп жасадық және күшейтпелі шырайда the артиклі қолданылады. Қазір мысал келтіріп, тағы да бір шырайды түсініп алайық. Big сөзі салыстырмалы шырайда bigger, күшейтпелі шырайда the biggest. Неге G әрпі қосарланды? Егер бізде сөзіміз бірінші және соңғы әрпі жалпы дауыссыз болса, яғни екі дауыссыздың ортасына дауысты әріп келетін болса, онда соңғы әріпті қосарлаймыз. Bigger, the biggest. Және күшейтпелі шырайда байқасаңыздар, the артиклі қойылып тұр. Келесі, nice. Әдемі, nice, nicer, the nicest. Егер сөзіміз әрпіне аяқталатын болса, онда қайтып тағы да жаңағыдай әрпін жазып, оны қосарламаймыз. Яғни бір әрпі түсіп қалады. Келесі, gray, grayer, the grayest. Егер сөзіміз әрпіне аяқталса, оның алдындағы дыбыс дауысты дыбыс болатын болса, онда тікелей жалғау жалғана береді. Ал егер сөзіміз әрпіне аяқталса, бірақ оның алдында дауыссыз дыбыс болатын болса, мысалы мына жерде easy деген сөз сияқты, онда ол кезде әрпін біз әрпіне айналдырамыз. Содан кейін барып жалғау жалғаймыз. Easier, the easiest болып тұр. Келесі, interesting. Бұл бізде көп буынды сөзі interesting. Сондықтан салыстырмалы шырайда most сөзін қоямыз, ал күшейтпелі шырайда the most сөзін қойып жасайды екенбіз. Екі затты салыстырғанда as шылауы қолданылады. As сөзінің аудармасы сияқты. Яғни жай шырайдағы сын есімдер as жалғаулықты шылаудың арасында қойылып айтылады екен. Example, Mary is as clever as me. Mary мен сияқты ақылды. Бұл жерде мен және Mary екеуміз бір-бірімізді салыстырып тұрмыз. Осылай салыстыратын кезде біз as сөзін қолданамыз. Ағылшын тілінде ережеге бағынбайтын да сын есімнің шырайлары бар. Осы берілген сөздерді міндетті түрде жаттап алуларыңызға кеңес беремін. Себебі көп жағдайда кездеседі және бұлардың жасалу жолы ерекше болып тұр. Irregular adjective деп атаймыз ғой. Good, better, the best.
good сөзіне er жалғап gooder немесе the goodest деп айта алмаймыз. Bad, worse, the worst. Келесі, much, many, more, the most. Одан кейін little, less, the least, far, farther, the farthest, old, elder, the eldest. Бұл жерде old сөзі неге elder, the eldest болып тұр? Себебі жас ерекшелігіне байланысты болып тұр. Осы сөздерді міндетті түрде жаттап алыңыздар. Ал енді тапсырма орындап көрейік. Let's practice. Бұл жерде видеоны паузаға қойып, осы тапсырманы орындап, өздеріңізді тексеріп көріңіздер. Қазір дұрыс жауабын көрсетемін. It's better than I thought. Неге than сөзін қолдандық? Себебі than сөзі бізде ол салыстырмалы шырайдың кілт сөзі болып тұр. Келесі, she is the best in the class. Жалпы in предлогы келсе сөйлемде, онда біз күшейтпелі шырайды қолданамыз, ал good сөзінің күшейтпелі шырайы the best. Келесі, I'm not as successful as you. Бұл жерде as тіркесі болып тұр, сондықтан оңайы келесі сөзде as болады. It was cheaper than I was expecting. Than сөзі келгендіктен салыстырмалы шырай деп cheap сөзіне er жалғауын жалғап, салыстырмалы шырай жасаймыз. This is the dirtiest kitchen I've ever seen. Ever сөзі келген кезде де біз күшейтпелі шырай жасаймыз. The dirtiest. Келесі, the most difficult thing was communication. The артиклі кеп тұр, сондықтан difficult сөзі көп буынды болып тұр, сондықтан most сөзін қойып, дұрыс жауабын жасайды екенбіз. Келесі, дәл осындай тесттерде келуі мүмкін. Енді тестпен жасап көрейік. My sister is person in my family. In болып тұр, сондықтан күшейтпелі шырай болады. Күшейтпелі шырайдағы дұрыс жауап бізде the youngest. My sister is the youngest person in my family. Менің әпкем отбасымыздағы ең жас адам. I think Federer is tennis player in the world. In предлог кеп тұр, тағы да күшейтпелі шырай болады. Сондықтан the best. I think Federer is the best tennis player in the world. Менің ойымша, Федерер әлемдегі ең мықты теннис ойыншысы деп дәл осылай вариантпен жұмыс жасасаңыздар болады. Келесі, winter is season of the year in Europe. Тағы да in предлог кеп тұр және of предлог кеп тұр. Күшейтпелі шырай болады, ал күшейтпелі шырайдағы вариант бізде the coldest. Winter is the coldest season of the year in Europe. Яғни қыс Европадағы ең суық мезгіл. Antarctica is Spain. Бұл жерде Антарктика және Испания екеуі бір-бірімен салыстырып тұр. Салыстырмалы шырайдағы вариант бізде colder than. Себебі than сөз міндетті түрде қолданамыз екі затты салыстыру кезінде. Яғни Антарктика Испанияға қарағанда суығырақ деп дәл осылай вариантпен жұмыс жасасаңыздар болады. Келесі, Moscow is a very city. Есте сақтап алыңыздар, дәл осы жерде very сөзінен кейін үнемі жай шырай қолданылады. Себебі very деген сөздің өзі онсыз да күшейтіліп айтылып тұр. Moscow is a very large city. Мәскеу ең үлкен қала. I usually get up my brother. Бұл жерде мен және менің ағам бір-бірімізді салыстырып тұрмыз. Сондықтан I usually get up earlier than my brother. Яғни мен ағама қарағанда ертерек ұйқыдан оянамын деп тұр. Салыстырмалы шырай болғандықтан әрине оның кілт сөзі than'ді қолдандық және early сөзіне er жалғауын жалғап салыстырмалы шырай жасадық. Дәл осылай сіздерде вариантпен жұмыс жасасаңыздар болады. Салыстырмалы күшейтпелі шырайларды осылай оп-оңай анықтауға болады екен. Егер бүгінгі тапсырма сіздерге түсінікті болса, онда өте қатты қуаныштымын. Ал егер сіздерге сабаққа байланысты сұрақтарыңыз болса, онда міндетті түрде комментарийға жазып кетсеңіздер болады. Біз сіздерге міндетті түрде жауап береміз. Және біздің ағылшын және орыс тілдерін тегін үйрететін білімгі YouTube арнасына міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Біз сіздерді қызықты түрлі видеолармен қуантып, тегін сабақтарды үйрететін боламыз. Және тілдерді үйренудің оңай лайфхактарымен де бөлісетін боламыз. Міндетті түрде біздің арнамызға тіркеліп, лайк басып, комментария жазып отырыңыздар. Бүгінге осы. Thank you for your attention. Have a nice day. Goodbye.